Ресми іскерлік құжаттарда қолданылатын терминдер. Сәлеметсіздер ме, қатемен жұмыс дәрісінің көрермендері. Ресми іскерлік стильдің басым көпшілігінде құжаттар жатады. Қызмет ететін негізгі саласы халықаралық, мемлекеттік, қызметтік құжаттар. Бұл стиль қоғамның мемлекеттік, қоғамдық, саяси өміріндегі әртүрлі акттерде құжаттаудағы сұранысын адамдар мен заңды тұлғалар арасындағы әкімшілік іскерлік қарым-қатынастарды қанағаттандырады. Ресми іскерлік стильдің маңызды бір белгісі дәлдік. Қазақ тілінің сөздік қорында келесідей құжаттардың атаулары бар. Экранға назар аударыңыз. Виза, бұрыштама, рұқсат қағаз, рұқсатнама, дубликат, телнұсқа, протокол, хаттама, паспорт, төлқұжат және паспорт деп екеуі бірдей қолданыста. Удостоверение личности, жеке куәлік, листок, парақша, анкета, сауалнама, устав, жарғы, грамота және мадақтама деп екеуі бірдей қолданыста. Благодарственное письмо, алғыс хат. Алғыс хат сөзі бірге жазылады. Справка, анықтама, открытка, ашық хат. Яғни құттықтау қағаздарының атауы болса, ашық хат деп бірге жазылады. Ал егер ашық хат деп бөлек жазылса, ол открытое письмо болады. Летучка, лездеме, заявка, өтінім, адресат. Қабылдаушы және адресат деп екеуі бірдей қолданылады. Адресант, жолдаушы, жіберуші, адресант болып қолданылады. Биографияда, автобиографияда өмірбаян, компетенция, құзыреттілік емес, құзырет. Дұрыс жазылуына да мән беріңіз. Құзырет, құзырет емес. Реквизит, деректеме, рекомендация, ұсыным. Бұл сәтімен табылған сөздер аудармалары да көпшіліктің көңілінен шығады. Қазақ тілінде сәтті орын тапты деп айтуға болады. Өйткені бұл сөздердің қай-қайсысын алсақ та қазақша нұсқалары құлаққа жағымды, айтуға жеңіл, ең бастысы қазақшаға орысша мағыналарын дәлме-дәл жеткізе алған. Алғашында терминге қойылатын талапқа жауап бере алмайтын сәтсіз жасалған терминдер болған. Мәселен, шошқа борық, паротит. 2023 жылы қайта қаралып, паротит болып қалды. Мүдір, директор, бұл дұрыс емес, директор. Құлтемір, робот. Соңғы кезде робот деп қолданылады. Құлақ кілдірік, наушник, бұл дұрыс емес, наушник құлаққа тыңдаушы. Құрметті тыңдарман, қазақ тіліндегі терминдер туралы ақпаратты қосымша termin.com.kz сайтынан да алуыңызға болады.